Ертеде Ыбырайым пайғамбар Құдайға: «Уа жаратушы ең, өзімді бай еттің, төрт түлігімді сай еттің, алмақтыңда салмағы бар деген. Мыңғырған малдың сұрауы қиын болама деп қорқамын. Артығын қайтып ал, мен азға қанағат қылайын», дейді. Тәңірісі оған: «Ыбырайым, берекем қашып малым сарқылсын десең, бұдан былай нанды отырып емес, аттың үстінде же. Нанның қиқымы шашылып жерге түссін. Нан рәсуа болса, берекең кетеді. Мен әлемді хикметпен жаратқанмын. Ырысты нанның қиқымына, қадір түнін 365 күннің ішіне, Қыдыр атаны қариялардың арасына жасырдым. Сен аш жегенде бір түйірінде жерге түсірмей, етегіңе салып жинап аласың. Сондықтан береке дарып, саған дәулет тез бітті», дейді. Пайғамбардың еңсесі түсіп, не амал қыларын білмейді. Нанды шашайын десе, кесапатынан қорқады. Шашпайын десе, ақыреттегі сұрауы бар. Сөйтіп жүргенде, бір күні үйіне 4 жолаушы келеді. Ыбырайым оларды қонақ етіп, жайлаған соң жөн сұрайды. Сөйтсе, олар Алланы зікір етіп жүрген дәруіштер екен. Ыбырайым жарымаса кетіп: «Қане, зікір айтыңдаршы», деп өтінеді. Дәруіштер сол кезде зікір тәсбихті шырқай жөнеледі. Мұны естігенде пайғамбар естен танады. «Тағы айтыңдар», деп қол қалайды. Дәруіштер: «Ақысын төле», дейді. Ыбырайым сұраған малын беріп, тәсбихті қайта-қайта тыңдай беріпті. Ең соңында дүниесі біткен соң: «Әттең, малым түгесілді, әйтпесе тағы тыңдай берер едім», деп өкінген екен деседі. Сол сәтте 4 дәруіш 4 періштеге айналып: «Уа Ыбырайым, сені жомарт деуші еді. Расымен де Алла жолында ештеңені аямайтын сахи екенсің. Біз періштеміз, сені сынауға кебедік. Малың өзіңе енді қош бол», дей бергенде, Ыбырайым шап беріп ұстап алады да жібермей қояды. «Мен Құдай жолына атаған малымды кері алмаймын. Малда кетесіңдер», дейді. Періштелер не істерін білмей әбден сасады. Сол сәтте Тәңірісі үн қатып: «Әй Ыбырайым, періштелерді босат. Малды менің жолыма арнаған болсаң, бәрін сатып, пұлына қағбаны соқ», депті. Осылайша нан қиқымының берекетінен қағба пайда болған екен деседі. Ал пайғамбардың сатып алған зікірі кейіннен ораза кезінде оқылатын тарауих намазының тәсбихіне айналыпты. سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار